Қайырлы күн, құрметті балалар. Қалдарыңыз қалай? Ендеше біз сіздермен бүгін ертегі әлеміне саяхатқа шығамыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік! Қазір балалар, мен сіздерге Қарлығаш пен Дәуіт неге бір ұяда тұратын екенін айтып беремін. Яғни осы жайлы керемет ертегі бар. Ертеде ешкі жүні бөртеде Қарлығаш өмір сүріпті. Ол сонау бір көк теректің бетіне ұя салып балапандарын асырап жүр екен. Ол керемет өмір сүріп келеді. Күндердің бір күнінде Қарлығаш балаларына тамақ алып келе жатса, ініне ұясына қарап жылан өрбіп келе жатыр екен. Жаңағы жыланды көрген Қарлығаш жан айқайын шығып, барлығынан көмек сұрауға ұшып кетеді. Бірінші көкекке келеді. Көкек, көмектесші, менің балаларымды жылан жеп қойын деп жатыр, жылан келе жатыр дейді. Ал көкек болса, жоқ, бармайын, менің уақытым жоқ. Бүркіт мені қонаққа шақырған деп әрі қарай қуып жібереді. Әрі қарай Қарлығаш ұшып жүріп қарғаға тап келеді. Қарғажан, көмектесші, менің балаларым хал астында жатыр, оларды жылан жеп қояды, егер көмектеспесең жүрші дейді. Қарға болса, Қарлығаш, менің қолым тимейді, мен үйленіп жатырмын дейді. Сонда әрі қарай Қарлығаш ұша кетеді. Сөйтіп Қарлығаш не істерін білмей жылап жүрсе, Дәуітке кездеседі. Дәуіт: "Ей Қарлығаш, не болды? Неге жылап жүрсің?" Дәуіт Қарлығаш барлық жағдайды айтып береді. Сонда Дәуіт: "Кәне, мені үстіңе мінгізіп ал да ініңе қарап ұш" дейді. Сол кезде ұшып келеді Дәуіттің Қарлығаштың үстінен Дәуіт секіріп түсіп, жыланның көзінен шоқып алады. Сол кезде жылан әрі қарай еш жерге тиіспей қашып кетеді. Міне осы күннен бері Дәуіт пен Қарлығаш бір інде, бір ұяда ынтымақтаста, достықта өмір сүріп келеді екен. Сондықтан да балалар, әрқашанда көмектесе біліңіздер. Сіздер біреуге қол ұшын берсеңіздер, ол кісілерде жақсылық деген не екенін түсінеді, ол кісі де әрі қарай қол ұшын береді. Ендеше Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі осылай аяқталды. Сау, сәлеметте болыңыздар.